Баршаңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге мен Самат Құдайберген, алдарыңызда Құдайберген спорт. Ал бүгін бізде ММА туралы шығарылым. Асу Алмабаев UFC-ге өтуге мүмкіндігі бар спортшы. Ал жақын арада ол карьерасында ең маңызды жекпе-жегін өткізеді. Асу сонау Бразилияға барып, Зак Маковскиймен кездеседі. Бұл атақты Беллатордың экс-чемпионы, әрі UFC-дің экс-файтері. Әрине, Асу фаворит ретінде барады. Бірақ америкалықтың да мықты тұстары бар. Бұл шығарылымда Маковскийдің карьерасына тоқталып, Асудың UFC-дегі әлеуетін бағалап көреміз. Ал ондай болса, әдеттегідей, кеттік. Достар, бастамас бұрын шағын ғана хабарламамыз бар. Арнамызды жүргізе бастағанымызға 2 ай болды. Жақсы қаралым жинаған шығарылымдар болды. Өтпей қалғандары да болды. Неден қателескенімізді түсіндік. Енді қалай түсіру керек екенін білеміз. Бұл шығарылым толықтай эксклюзив. Сондықтан видеомызға лайк басып, пікір жазсаңыздар, қуанышты болар едім. Ал WhatsApp-та достарыңызға жіберсеңіз, және арнамызға жазылуды ұмытпасаңыз, тіптен риза боламыз. Рахмет! Асу Маковский жекпе-жегі 31 шілдеде Гойя штатының астанасы Гойяне қаласындағы Brave турнирінде өтеді. Бұл қаладан бір ғана атақты файтер шыққан. Ол Беллатор экс-файтері Дуглас Лима. Бірақ бұл қалада UFC-дің 2 турнирі өткен. Оның бірінде жеңіл салмақтағы болашақ чемпион Чарльз Оливейра октагонға шыққан. Brave Бразилияға пандемиядан кейін алғаш рет келеді. Ал жалпы бұл елді 4 турнир өткізген. Салыстырып көрсек, Brave біздің елге Қазақстанға 1 ай ерте келген. Бірақ 2 есе аз турнир өткізген. Асу қатысатын турнирдің карды толық бекітілген жоқ. Бірақ оның жекпе-жегі кардтың бастысында болады. Brave Асудан көп үміт күтіп отыр. Bahrain Promotion'ның ресми сайты Асуды ең әсерлі қазақстандық әрі титулға таласатын әлеуеті бар файтер деп жазған. Белбеуге ресейліктер Вилимурат Алхасов пен Али Багаутдинов таласады. Ал чемпион кейін дәл осы Асуға қарсылас болуы мүмкін. Бірақ Асу оған дейін Маковскийден мықты екенін дәлелдеуі қажет. Зак 39-да, тәжірибесі мол файтер. Шын есімі Захари. Бірақ 3-ші атасынан Америкада тұрып жатыр. Амал не, интернетте Маковский қайдан шыққаны туралы мәліметтің жоқтың қасы. Бірақ Еуропадан екені анық. Маковский фамилиясы шығыс Еуропада көп кездеседі. Захари деген есімі де сол жақтан. Зак спортта осымен 6 жыл. Күреспен айналысып, мектеп командасының капитаны болған. Сосын Зак Дрекселдегі университетке түсіп, студенттер чемпионатындағы үздік лигада күрескен. Бұл жоғары деңгейлі күрес. Зак мұнда да команда капитаны болған. Ал университетті аяқтаған соң ол оқу орны тарихындағы үздік 40 түлек қатарына кірген. Айтпақшы, Зак биолог мамандығын меңгерген. Тиіп қашып емес, өте жақсы оқыған. Сұхбаттардың бірінде хоббиі туралы сұрақ қойылғанда, ол ботаниктің әдеттегі өмірін сүріп жатқанын және көптеген танымдық бағдарлама қарайтынын айтқан. Ол тіпті математикадан белгілі бір деңгейге шыға алмағанына өкініпті. Қысқасы, өте ақылды жігіт. Зак студент шағынан-ақ бразилиялық джиу-джитсу мен грэплингтің ноги нұсқасымен айналысып көрген. Ол Филадельфия Factory залына барып, UFC болашақ чемпионы Эдди Альвареспен достасқан. Дәл осы Альварестің қолдауымен Зак джиу-джитсу мен грэплингтен турнирге қатыса бастаған. Ал сосын ММА-ге өткен. Маковскийдің айтуынша, спортқа агрессияда немесе бір ішкі проблемаларынан емес, жарысқа деген ниеттен келген. Зак грэплингтен 100-ден аса белдесу өткізген. Осы спорт түрінен халықаралық күрес федерациясы аясында өтетін әлем чемпионатына 3 мәрте қатысыпты. Сөйтіп 2 мәрте алтын жүлде жеңіп алған. Қазір болса ол жекпе-жек үшін ғана емес, семинар өткізу үшін де әлем шарлайтын болған. Үйрететін видеолары да өте көп. Зак диплом алғаннан кейін университет қабырғасындағы күрес командасымен тығыз байланысты болды. Ол жақта жаттықтырушы болып жұмыс істеген. Жеке жаттықтырушылық қызметті де қатар алып жүрген. Ол тіпті Беллатор чемпионы болса да, дайындығының белгілі бір бөлігін университетінде өткізетін болған. Өз оқу орнында ол нағыз аңызға айналған. ММА-ге Зак Нью-Джерси штатындағы шағын промоушендерден келген. Алғашқы 3 жекпе-жегін төрешілер шешіміне дейін жеңді. Үшіншісінде бразилиялық джиу-джитсудан әлем чемпионы Эмерсон Соузаны жеңген. Маковскийдің 4-ші кездесуі алғаш рет телеарналардан көрсетілген. Бірақ амал не? Сол жекпе-жегінде ол жеңіліс тапты. Оның сол кездегі қарсыласы UFC титулынан үміткер Уилсон Рейс болған. Бірақ Зак сол кездегі мықты ұйым Elite X-тегі орнын сақтап қалды. Рейстен кейін ол аңызға айналған Грейси командасының өкілі Андре Суарышпен кездесіп, оны жеңіспен аяқтады. Мұнда ол қылқындыру әдісін жақсы меңгергенін байқадық. Зак 8-ші кездесуін алғаш рет ақш-тан тыс жерде өткізді. Жапония жерінде ол 2-ші жеңілісіне тап болды. Бұл жолы арттан қылқындыру әдісіне өзі түсіп қалды. Бірақ әдеттегідей Маковский жеңілісінен сабақ алып, келесі 2 кездесуінде жеңіспен аяқтады.
Біріншісін 3 бұрыш, ал екіншісін қылқындыру әдісімен. Екінші кездесуі M1 Selection аясында өткен. Сол 2010 жылы бұл турнирлер сериясында Хабиб Нурмагомедов те қатысқан. Ал ең қызығы, Зак M1-дегі жекпе-жекке 2 күн қалғанда ұсынысты қабылдаған. Осылайша Маковский 9-да 2 рекордымен Беллатормен келісім шарт жасасты. Ол уақытта Беллатор ескі регламентпен өтетін, чемпион маусым барысында анықталатын. Зак лигаға келе салысымен Кимура әдісімен жеңіске жетті. Сөйтті де 135 фунт салмақ санатына ауысты. Өйткені Беллаторда бұдан да жеңіл салмақ санаты болмаған. Маковский 6 аптадан кейін белбеуге қол жеткізді. Зак бірінші-екінші жекпе-жегінде де еш қиындықсыз кездесу өткізді. Бірақ Эд Уэстке қарсы өткізген финалда жеңіліске жақын болды. Кездесу басында ол тізе соққысынан нокдаунға түсіп қалған. Бірақ тез есін жиып, ақырында төрешілердің бір ауыздан шығарған шешімімен жеңіске жетті. Беллатор тәртібіне байланысты Зактың келесі 2 кездесуі титулға талас жекпе-жегі болмады. Ол нокаутпен де өздеріңіз Артем Резников арқылы жақсы білетін солтүстік-оңтүстік әдісімен де жеңді. Белбеуін алғаш рет қорғайтын жекпе-жекте Зактың жолы болмады. 5 маусым жеңімпазы Эдвардо Дантес оны 3 бұрыш әдісіне түсірді. Келесі кездесуін Энтони Леониге қарсы өткізіп, жеңіліп, осыдан кейін Беллатордан шығып қалды. Лига Закпен қош жеңілісіне байланысты қош айтыспағаны анық. Себебі келісім шарт бойынша келіспеушіліктер болған. Зак Дантасты жеңсе, 2 есе көп контракт ала алар еді. Бірақ жеңілгендіктен гонорары өзгеріссіз қалды. Дегенмен Беллатор оған 14 айдың ішінде кем дегенде 3 жекпе-жек беруі тиіс еді. Бірақ ақыры осы 3 кездесуін ұйымдастырмай қойды. Сол уақытта Беллатор Альвареспен соттасып жатқан. Осы себепті Зак досының жағына шыққан. Ақырында ұйым Маковскиймен келісім шартын тоқтатып тастады. Ал Зак бұл әрекетті 2 тарапқа да дұрыс шешім деп бағалады. Зактың келесі қадамы карьерасында маңызды рөл ойнады. Ол салмақ категориясын ауыстыруды ұйғарды. Себебі алдыңғы жекпе-жектерінде қарсыластары мықты болғанына көз жеткізді. Жаңа салмақ санатындағы дебюті тамаша өтті. 2 жекпе-жек жергілікті америкалық ұйымдарда 2 титул сыйлады. Нәтижесінде 2013 жылдың желтоқсанында Зак UFC-мен келісім шартқа отырды. Бірақ Маковский келісім шартқа лайық болды десек, өтірік болып кетер. 10 күн бұрын біреудің орнына шығуға ұсыныс келгендіктен келісті. Осы күндердің бірін құжат жинауға, тағы бірін тұмаудан емделуге жұмсады. UFC-дегі кездесуіне ол алдыңғы жекпе-жегінен 3 апта өткеннен кейін шықты. Үміті ақталып, Зак жеңіске жетті. Бірден рейтингке енді. Зак әлемнің үздік лигасында жалпы 7 кездесу өткізді. Бәрі де төрешілер шешімімен аяқталды. 3 жеңіс және 4 жеңіліс. Екінші кездесуінде Маковский Джош Самоны жеңіп, сол кезде титулдық жекпе-жек туралы әңгіме айтыла бастады. Алайда Юсир Формигадан жеңілген соң үміті аяқталмайтыны анық болды. Сосын Маковский мықты деген Тим Эллиотты жеңді. Ал Эллиот, біле білсеңіздер, UFC-де әлі жүр. Бірақ кейінгі 3 кездесуінде де жеңіліп, ақыры ұйымнан шығып қалды. Бұл серияда ең атақты қарсыласы титулдан үміті Джозеф Бенавидес болды. Басы тәтті болғанымен аяғы қатты болды деуге толық негіз бар. Зак UFC-ден кетіп ACB-ге өтті. Қазір бұл ұйымның атауы ACA деп өзгерген. Шешен ұйымында Маковский көбірек ақша тауып, тіпті UFC-ді сынайтын жағдайға жетті. Оның сөзінше UFC аса жеңіл салмақты дамытуға ниетті емес. Ойланып көрсек, Зак шынымен де дұрыс айтқан. Сол уақытта Дана Уайт дивизионды жауып тастауды ойлап жүрген. Тіпті аңызға айналған Деметриус Джонсонды One Championship'тегі Бен Аскренге алмастырғысы келген. ACB-де Зак небәрі 2 кездесу өткізді. Екеуі де шетелде, Австрия мен Канадада өтті. Дебютте сабмишнмен жеңіп, екінші жекпе-жекте Иони Шербатовтан сенсациялық жеңіліске ұшырады. Айтпақшы, Ионидің бауыры Иелезерді хоккей жанкүйерлері жақсы біледі. Ол Қазақстан чемпионатында ойнаған. Зак ACB-ге көп үміт артып, бұл ұйымға құрған жоспары көп болған. Бірақ ота жасауына тура келді. Спарринг кезінде Зак тізесін оңдырмай жарақаттап алған. Бұл эпизод тіпті видеоға түсіп қалған. Ал қалыпқа келуге оған атақты бапкер Фирас Захавидің бүкіл залы көмектесті. Ал аңызға айналған Жорж Сен-Пьер өзінің жеке залына кіруге рұқсат берді. Сен-Пьер бұл залды өзінің тізесінің жарақатынан кейін қалпына келу үшін арнайы салдырған. Зак спортқа 2 жылдан кейін бірақ келді. Жаңа үйі Брейв болды. 2020 жылдың қаңтарында ол жауынгерлік самбодан әлем чемпионы Велимурат Алхавысты жеңді. Бірақ 15 айдан кейін реваншта ресейлік жеңіске жетті. 2 кездесуде де жеңімпазды төрешілер анықтады. Маковский жекпе-жекке шықпағанына 1 жылдан асты. 39 жаста үзілістен оралу қандай қиын екенін бәрі біледі.
Асу болса жақсы дамып келеді. Былтыр ол 2 кездесу өткізді. Тіпті 3-сін өткізуге болар еді. Бірақ коронавирус жұқтырып, бас тартуына тура келді. Биыл Асу жекпе-жек өткізіп үлгерді. Brave ұйымында Асуда 2 жеңіс бар. Біріншісінде ол UFC-де допинг үшін кеткен украиналық Александр Доскальчукты қылқындыру әдісімен жеңді. Екіншісінде ресейлік Имран Магомарадовты жеңді. Ал жеңіс сериясы 11 кездесу бойы жалғасып келе жатқан Асу қазақстандық ММА-дегі ең мықты проспект болып саналады. Тіпті UFC-ден тыс әлемдік ММА-де мықты әлеуеті барын аңғартады. Оған Маковский қаншалықты тәжірибелі болса да, шынын айтсақ үздік формасымен келіп тұрған жоқ. Жеңіске жетуге мүмкіндігі зор. Иә, Зак күрес пен грэпплингтен мықты, бірақ кейінгі 10 жылда ол бір рет қана мерзімінен бұрын жеңіске жете алды. Жалпы алғанда Асудың да базасы күрес. Сондықтан айтарлықтай қиындық туғызбауы керек. Әрине, жекпе-жек болғандықтан қауіп жоқ деп айта алмаймыз. Басты қауіп өтетін орны. Бразилияға жету оңай шаруа емес. Акклиматизация өте маңызды. Бірақ Асудың командасы мұны ескереді деп сенеміз. Асу UFC-ге өтуге жақсы үміткер екені анық. ақш-та да болып көрген. Бірақ әзірше тек жаттығу үшін барған. Американ топ тимде жаттыққан. Оның үстінде Асудың америкалық менеджерлері бар. Бұл First Round Management компаниясы. Біле білсек, бұл компания Хорхе Масвидаль мен Джон Джонстың мүддесін қорғайды. Ал Brave кейінгі жылдары UFC-ге өтуге қолайлы трамплинге айналғаны бәрімізге мәлім. Бұған Хамза Чимаев та, Амир Аль-Бази де дәлел бола алды. Сондықтан тек жеңу керек. Жеңіс сериясын жалғау керек. Белбеуге таласу керек. Меніңше, Асу қазірдің өзінде UFC-ге дайын. Ал бүгінге осы. Асудың жекпе-жегіне сілтемені Спорт Шрёдингер телеграмы мен Инстаграмынан таба аласыз. Арнаға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Асу мен Маковский кездесуі туралы не ойлайсыз? UFC-ге шығуға мүмкіндік бар ма? Қалай ойлайсыздар? Өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Алға Қазақстан. Асу Маковскийді жеңеді. UFC-ге шығады. Біз жеңеміз. Сау болыңыздар. Тоқта, айтпақшы. Біздің YouTube'тағы оқырманымыз Азамат жазып жіберген болатын пікірін. Екінші коммент аттак. Қарағанды жігіттеріне салам жолдап қойып барады дейді. Мен жаздым, келесі шығарылымды жолдаймын деп. Айтқаным. Қарағанды жігіттеріне ассалаумағалейкум.